Қалайсың? Кереметтей Нұр арнасына қош келдің. Бүгін біз осы видеода сіздерге 5 үздік Samsung смартфондар жайлы айтатын боламыз. Яғни олардың плюсы мен минусы, Samsung смартфондарының бағасына тұрарлық бір мықты мен деген смартфондарын көрсетеміз. Сондықтан видеоны аяғына шейін көр. Кімнің смартфоны Samsung, міндетті түрде комментарияға жазып кет. Қандай модель және қандай жақсы жақтары бар. Видеоға лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындағы қоңырауды бассаң, бастайық. Бұл жерде бізде бестікті ашатын Samsung A20 смартфоны. Бұл смартфонның бір бағасына тұрарлық Samsungтың шығарылу барысында ең бір ұтымды, бір жақсы смартфондардың бірі. Неге дейсіздер ғой? Бұл жерде супер AMOLED дисплей. Басқа аналогтардан басты ерекшелігі HD дисплейде сапалы картинка беру, және бұл Samsung компаниясының NFC бар ең арзан смартфон. Ал чипі бұл жерде Exynos 7880 қосымша графикалық үдеткіштер жұмыс жасайды. Ол аталмыш ойындарды PUBG, басқа да топ ойындарды қосуға қауқарлы. Сонымен 30 FPS-та ойындарды оңай көтереді. Бұл аз, бірақ осы бағаға керемет. Бірақ сонда да бұл смартфонның минусы да бар. Қандай дейсіздер ғой? Бұл жерде оперативный памяти 3 гигабайт. Сонда 3 гигабайт болғандықтан бұл жерде кейбір ойындар және де кейбір ауыр приложенияларды көтеру барысында кішкене қатуы мүмкін. Ал біздің төрттікті ашатын Samsung M21, Samsung Galaxy M21 смартфоны. Бағасына қарағанда алдыңғы A20-дан кішкене болсын қымбатырақ, яғни 95-100 мыңның шамасында. Сонымен қоса бұның бағасы неге қосылғанын да білуге болады, өйткені бұл жерде 6 миллиамперлік батарейкасы орнатылған, яғни 2 күнге сізге оп-оңай шыдап береді. Ал бұл бағаға сізге 3 камералы модуль беріледі. 48 мегапиксель, 8 және 5 мегапиксель. Фото, видеоға айтарлықтай жақсы түсіреді. Ең қуантқаны 4К 30 кадр секундына. Кішкене болса да цифровая стабилизациясы да орналасқан. Crop 1:3, разрешениесі Full HD. Сонымен қоса осы Samsung Galaxy M21-де супер AMOLED дисплей орналасқан. Сыртқы қабаты сызылудан сақталған, бірақ құлатпаған жөн. Ал суға төзімділігі жайлы айту қиын, өйткені сырты жылтыр пластиктан жасалған. Бұл смартфонның ең басты ерекшелігі батарейкасының сыйымдылығы 6000 миллиамперді құрайды. Сонымен қоса бұл жерде разрешениесі Full HD+, және де ауыр ойындарды көтеруге де қауқары жетеді. Үшінші, бізде смартфон бұл Samsungтардың бір жұлдызы, звездасы десем болады, өйткені барлық рекламаларда, барлық жерде осы смартфон жайлы барлық айтқан болатын, яғни арзан, сонымен қоса техникалық сипаттамалар керемет смартфон деп осы смартфон жайлы көбісі айтқан. Бұл смартфон Samsung A51. Бұның қазір нарықтағы бағасы 90-110 мыңның шамасында. Айтпақшы, бұл смартфонның камерасына қатысты көп өзгерістер орын алды. Түнгі режим жақсартылып, шум ажыратылуы жақсартылған. Қысқасы, жақсы бағаға флагмандық дизайнды және жақсы келбетті Samsung A51. Бұл бірақ Samsungтың тарихындағы ең көп сатылған смартфондардың бірі. Камерасы фото мен видеоға сапалы түсірілуі бағасына тұрарлық. Бірақ бұған тағы да қосымша айта кетейін, 20-30 мың теңге қосып 130 мыңның шамасында бұл жерде A71 смартфонын алуға болады. Бұл жерде Qualcomm 730 орналасқан процессор, яғни ойын процессор орнатылған. Сонымен қоса сізде 6 гигабайттық оперативный памяти бар. Ойындарды және де бір ауыр приложенияларды бұл оп-оңай көтереді. Samsung бұл смартфонға үнемдемей тексерілген процессор салған, ал Adreno 618 графикалық үдеткіші мүмкіндігінше тезірек іске қосылады. Ал бұның бәрін қосқанда ең талап етілетін ойындарды оңай басқарады. Мысалы Call of Duty, PUBG Mobile, Tank, тағысын тағы. Яғни 10-20 мың теңге қосып A71 алуға да болады. Екінші орында бізде Samsung S10 смартфоны. Бұл елдің аузында көп жүрген смартфон, әлі де топта жүрген смартфондардың бірі. Сыртқы қабаты енді өте керемет жасалған. Яғни дизайны бойынша Samsungтың арасында бір ерекшеленетін смартфондардың бірі. Барлығының назарынан жіберіп алған өте жақсы ерекше смартфон.
сен жіберіп алсаң бекер, өйткені бұл смартфон өте жақсы жұмыс жасайды. Процессоры де осал емес. Qualcomm 855, қосымша 6 гигабайттық оперативный памяті, 188 гигабайт тұрақты жадысы бар. S10 Plus смартфонның қазіргі нарықтағы бағасы 200-250 мың теңгені құрайды. Қымбат, бірақ монстр. Бұл жақсы жинақ. Келесі 5 жылдық десем әсте емес. Егер де сіз құмар ойыншы болмасаңыз, бірақ солай болса да сізге шыдап бере алатын қауқары жетерлік. Өте көрікті камерасы флагмандық смартфондарға жетпесе де, бірақ орташа бағадағы сегменттерден жақсырақ. Сонымен қоса бұл жерде фото түсірілімі оптикалық стабилизациясы қосылған. Минусы әрине бар, ол сызғайды. Ылғалдан қорғаудың жоқтығы. Менің ойымша қолжетімді бағаға бұл ештеңе емес. Дизайны керемет. Камерасы ортасында, алдыңғы 2 камерасы бар. Өзектілігін жоғалтпаған нағыз флагман смартфондарының бірі осы. Тіпті сатылымнан кейін 1 жыл өтсе де кемшілігін табу қиын смартфон. Ал кейбіреулер тапса, осы смартфонның шығару барысында кейбір модельдерінде Qualcomm емес, Exynos процессорлары жұмыс жасайды. Сонымен достар, бізде бірінші орында Samsung Galaxy S20 смартфоны. Бұның қандай ерекшелігі бар дейсіздер? Тоқта, бұл жерде Samsung S Ultra емес, Samsung S Ultra Lite емес, жай ғана Samsung S20-ның өзі. Керемет бағада 350-250 мың теңге. Бұл оның бағасына өте қатты қымбатта емес. Телефон бағасына тұрарлық. Сонымен қоса бұл жерде видеосы 8К форматта видео түсіре алады. Бұл Samsung классикасы, ең жақсы ықшам флагман. Экраны 6.2 ажыратылымдылықта 128 Гц-та жұмыс атқарады. Разрешениесі Quad HD. Шаңнан және ылғалдан IP68 қосымша қорғанысы бар. Қосымша Kirin Gorilla Glass 6. Өте сапалы стереодинамик. Саусақ іздері экранның астында. Бұлар әрине Galaxy S6-да да бар, бірақ бұл жерде сәл жақсартылған. Бұның тағы бір артықшылығы Wi-Fi желісінің 6-шы буынын ұстап тұра алады. Менің ойымша, бір тепе-теңдік iPhone мен бір бәсекелес смартфондардың ішінде осы Samsung Galaxy S20 смартфоны бәсекелес iPhone-ға бәсекелес бола алады. Сен де достым өз ойыңды жазып кет, Samsung смартфондар iPhone мен тепе-тең бе, асып түсе ме, әлде қалып қоя ма? Сенің ойың бізге қызық. Видеоны аяғына шейін көргеніңе рахмет. Сенде қандай смартфон? Міндетті түрде тағы да жазып кет. Қоштаспаймыз, өйткені біз интернеттеміз. Сәттілік.